Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен қытырлақ вафли дайындайтын боламыз. Бұл вафлиді дайындау үшін арнайы вафлинса қажет. Мен осы суреттегідей вафлинсаны қолдандым. Вафлиді дайындау үшін бізге қажетті құрамдар: ұн қажет, қант қажет және 5 жұмыртқа, сосын бөлме температурасындағы еріген сары май. Бәрінің құрамын төменге қалдыратын боламын. Жұмсақ сары майдың үстіне қантты аз-аздан сала отырып миксерлейтін боламыз. Шамамен 3 минут өткенше араластырамыз. Біздің сары майымыз ағарып, қантымыз кішкене болса да еру керек. Одан соң 5 жұмыртқа саламыз. Егерде сіздер миксер емес венчикпен араластыратын болсаңыздар, онда жұмыртқаны бір-бірден салып араластыру керек. Барлық жұмыртқаны салып миксермен біркелкі етіп араластырамыз. Барлығы біркелкі болғаннан кейін ұнды саламыз. Ұнды електен өткізіп қоссаңыздар жақсы болады. Жақсылап осылай біркелкі етіп араластырамыз. Ешқандай құрамында түйіршіктер қалмау керек. Бұған біз ешқандай ас содасын, қопсытқыш қоспаймыз. Тек қана ең соңында шым-шым корица және ванилин қоссаңыздар болады. Бұл өз қалауларыңыз бойынша. Вафлинсаны жақсылап қыздырамыз. Осылай үлкен қасықпен бір қасықтан салып, бетін жауып, шетінен пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, осылай қызарғанша күтетін боламыз. Дайын болған вафлиімізді осылай ыстық күйінше трубочкаға орап аламыз. Мен қолмен орап шықтым. Мінекей достар, біздің вафлиіміз осылай оп-оңай болып піседі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Барлықтарыңызға ас болсын.